Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін қырыққабаттан өте оңай, ерекше әрі жеңіл дайындалатын кешкі ас дайындаймыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен қырыққабатымызды видеода көрсеткендей турап аламыз. Осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз. 9-10 бөлікке де осылай қатты, қалың емес етіп турап аламыз. Осылай турап алып, осы бөлікті екіге бөлсеңіздер де болады. Достар, барлық керекті заттар төменде описанияда жазып кеттім. Міндетті түрде оқып шығыңыздар. Кейін туралған қырыққабаттарымызды осылай духовканың табасына астына пергамент қағаз салып, бір-біртіндеп салып қоямыз. Және де осы қырыққабаттарымызды салып болғаннан кейін оны тұздаймыз және де бұрышпен немесе басқа да дәмдеуіштермен салсақ болады. Және де екінші жағына аударып, ол жағында тұздап бұрыштаймыз. Осылай тұздап бұрыштап болған соң қолмен оны жағып шығамыз. Енді осы қырыққабатымыздың үстіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін жуаны алып, сыртын жақсылап тұрып тазалап, жуып, оны ұсақтап тураймыз. Және сәбізімізді аламыз. Сәбізімізді осылай үкіштен өткізіп аламыз. Және де міндетті түрде сарымсақ қосыңыздар. Сарымсақ өте әдемі иіс және де дәм береді. Қосуға кеңес беремін. Егер де ұнатпасаңыздар, әрине қоспауға да болады. Ал енді табамызға сұйық май құйып, оны қыздырып, үстіне жаңағы туралған пиязымыз бен сәбізімізді салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Бөлек ыдысқа тартылған етті дайындаймыз. Және де оның үстіне жаңағы қуырылған пиязымыз бен сәбізімізді салып, оның үстіне өзіңіз жақсы көретін дәмдеуіштерді салып, мен тұз бен бұрышты салдым. Және де осыны қасықпен және немесе қолмен араластырып аламыз. Ал енді салмамызды домалатып аламыз қолымызға, сосын қырыққабатымыздың үстіне өзінің формасына сай жазып аламыз. Және де осылай барлық қырыққабаттың үстіне салмамызды салып шығамыз. Достар, осы сәтте айтқым келгені, баршаларыңызға, маған тіркелгендеріңізге көп рахмет. Мені лайк басып, қолдап, комментарий жазып жүргендеріңізге көп рахмет. Сіздерге менің видеом және де рецепттерім ұнағанына көп қуаныштымын. Алдыда, егер де маған тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіп, менің видеоларым ұнаса, маған комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет. Ал енді осы салмамыздың үстіне мен қатырылған болгар бұрышын және де қатырылған қызанақтарды салдым. Сіздер қатырылмаған болмаса, кәдімгі қызанақты турап, үлкен қызанақ болса тіпті жақсы, жай ортасына турап салсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Осылай барлығының үстіне бір-біртіндеп салып шықтым. Міне осындай әп-әдемі болып көрінеді. Енді осыны пісіру үшін фольга қағазын алып, духовка табасының сыртын жауып аламыз. Және де духовкаға 1 сағаттай 180 градуста пісіріп аламыз. Яғни пісуі негізі сіздің духовкаңызға байланысты. Менде әсел пеште менде 1 сағаттан астам уақытты пісті. Сіз өз духовкаңызға байланысты көресіз.
1 сағат өткеннен кейін фольга қағазын алып тастаймыз және де тағы да духовкаға салып 1-15 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы өте жеңіл және де тез жасалынады. Ал енді гарниріне мен күріш пісірдім. Сіздер өз ұнатқан гарнирлеріңізді жасасаңыздар болады. Осылай тарелкамыздың ішіне әдемілеп тұрып күрішімізді саламыз және де жан-жағына жаңағы піскен қырыққабатымыздан саламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай тамағымыз өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ерекше, өте жеңіл тағам. Сіздердің жанұяңызға ұнайды деген сенімдемін. Егер де менің видеоларым ұнаса, маған лайк және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға ас болсын. Келесі видеоларда кездескенше. Рахмет.